Талай жыл мемлекеттік қызметте өзіндік із қалдырған мемлекет және қоғам қайраткері Мұхит Әліге Аққұм ауылында спорт кешені ашылды. Түркістан қаласы мен Сайрам, Төле би ауданын басқарған ол спортты жанына серік еткен арда азамат еді. Ғибратты ғұмыры мен қайраткерлік қызметін өскелең ұрпаққа насихаттау, ардақты есімін ел жадында сақтау мақсатында демеушілер есебінен бой көтеріп отыр. Арда азаматтың есімін ұлықтаған бұл нысан демеуші Төре Құрбановтың қолдауымен салынды. Айтуынша Мұхит Оралбайұлы кезінде осындай спорт кешенін тұрғызуды ниет еткен болатын. Бүгінде сол арманын жүзеге асырып, жаңа нысан ел игілігіне беріліп отыр. Бұл спорт кешені ауылға деген махаббат, сағынышпен туындаған дүние. Өзімізде бала күнімізде осы спортпен баулып өсірді. Осы ауыл барлық құндылықты беріп, сол қай жерде жүрсек те осы ауылдың намысын биік ұстап жүріп, мақтан тұтатындай ауыл болсын деп әр жерде паш етем. Сол себепті осы жақта бізде Нұрдәулет деген ініміз күрес саласынан үлкен жетістіктерді бағындырған. Сол Мұхит көкемізде кезінде соның жетістігін көріп, ниет еткен екен, осындай спорт кешен салам. Соның арманын орындап жатқаныма қуаныштымын. Бізде бұл спорт кешен ең бірінші күрес жағынан болады. Әртүрлі дзюдо, қазақша күрес, самбо. Артта өсіп келе жатқан ұл қыздарымызға мықты азамат болып өсуіне, елге қызмет жасауына үлкен үлесін қосады деп сенімдемін. Спорт кешенінің ашылу салтанатына Мұхит Оралбайұлының көзін көрген зиялы қауым өкілдері, үзеңгелес достары, әріптестері мен туған туыстары қатысып, елге сіңірген еңбегімен, өнегелі ғұмырын тебіреніспен еске алды. Көрнекті азамат сыртқа сыр шашпаған, әлсіздік танытпаған басшы ретінде, болмысы ел есінде ерекше сақталған. Осындай арда азаматтың құрметіне салынған нысан енді ел игілігіне қызмет ететін болады. Алла тағала өзі мынау елге мықты азаматтарды сый ретінде береді екен. Мен ойлаймын, осы Қапал батырдың ұрпақтарына Мұхит Әлі Оралбай ұлын мынау 50 жылда ел жаңа дейді, 50 жылда, 100 жылда бір осындай текті азаматтар туылады. Сол Алланың берген сыйы, сондай текті перзенті осы Мұхит Оралбай ұлы деп есептеймін. Өмірден өтіп кетті, бірақ ол кісіні өлді деп айтуға болмайды. Себебі мынау атқарған ісі, елге сіңірген еңбегі, ол тек жаңағы осы бір елдің азаматы емес, ол кісі үлкен абыроймен Түркістанды басқарды, Сайрам ауданын басқарды, Төле би ауданын басқарды. Жалпы ел үшін, қарапайым тұрғын үшін, қарапайым адам үшін көптеген мына мейірімін төкті. Салтанатты жиында халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Құлбек Ергөбек сөз алып, Мұхит Оралбайұлының асыл бейнесін еске алды. Ол арда азаматтың жан тазалығы мен адалдығы, қарапайым еңбекте де, басшылық қызметте де ұстанымы берік, қолы таза, адамгершілігі биік тұлға болғанын ерекше атап өтті. Қаламгер Мұхит Оралбайұлымен өмірдің сан соқпағында қатар жүріп, талай кезеңді бірге өткергенін де айтты. Енді Мұхиттың басты атқарған еңбегі әкімдік институтқа қатысты. Әкімдік институт деген өзі бұған дейін бұралаң соқпақты не бағдар айқын емес, не уставы дұрыс жазылмаған, өзін өзі ақтамаған институт. Бірақ сол ала көбең кезеңде келіп, сол институтқа басқалар секілді халықтың несібесін үстінен я болмаса қойын қонышынан алып, өзінің қалтасына салып, жеп кеткен әкімдерден емес. Өзінің қалтасында не бар, соны әкімдік институттың абыройы үшін халқына жұмсаған, халқына қажетті істерге жұмсай білген ардақтымыз осы Мұхит болды. Талай жыл ел басқару ісіне араласып, аудан қалалардағы әкімдік қызметін абыроймен атқарған Мұхит Оралбайұлы өмір жолында өшпес өнеге қалдырған көрнекті қайраткер. Ол оңтүстік Қазақстан облыстық еңбекпен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасын басқарып, өңірдің әлеуметтік дамуына сүбелі үлес қосты. Шарада қоғам қайраткеріне арналып шығарылған ән шырқалып, айтыскерлер өз өнерін ортаға салды. Ағайынды біріктірудің арқасында тарихымыз зерттеліп, оның нәтижесінде Қапал батырдың ұрпағы екеніміз белгіленіп, шежіре жазылып,
бірнеше астар беріліп, ескерткіштер салынып, әртүрлі нысандарға Қапал батырдың есімі берілген жағдайлар бар. Мінекей осыған байланысты бүгін осы шарамызды жалғастырып отырмыз. Ал енді туған жерге туың тік деген де бар. Немесе ауылым ел бесігім дейді. Сондай азаматтардың арқасында Төре Сапарұлы деген азаматымыздың арқасында соның жеке қаржысына бұл осы ғимарат салынып отыр. Осы ғимаратта жастар тәрбиеленіп, олар рухқа, тәртіпке, бірлікке тәрбиеленудің арқасында ертең үлкен спорт шеберлеріне айланып, біздің әлемнің, Қазақстанның туын әлемдік дәрежеде желбірететін азаматтар болады деп сенімдеміз. Іс-шара соңында спорт кешенінің салтанатты лентасы қиылып, нысан ресми түрде пайдалануға берілді. Жиналған қонақтар заманауи талаптарға сай жабдықталған спорт кешенін аралап, оның мүмкіндіктерімен танысты. Айгерім Абдуллақызы, Райымбек Әмзе, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.